Сәлеметсіңдер ме, құрметті студенттер? Бүгін біз жаңа курспен танысамыз. Курстың атауы электротехника және электроника негіздері. Бұл курста біз екі үлкен бөліммен танысамыз. Бірінші бөлім ол тұрақты токқа байланысты, екінші бөлімі ол айнымалы токқа байланысты. Әрбір бөлігіне біз санама сызба жұмыс істейміз. Бірінші санама сызба жұмыс ол тұрақты ток байланысты, екінші бөліміне айнымалы токқа байланысты. Енді біздің дәрістерімізді бастайық. Және курстың атауы электротехника және электроника негіздері. Электротехника және электроника курсы бойынша дәрістер. Бірінші дәріс тақырыбы. Бірінші дәріс тақырыбында біз кіріспе электротехника ғылым ретінде негізгі ұғымдамалары мен анықтамаларын өтеміз. Дәріс жоспары. Бірінші, курстың мазмұны, мақсаты мен міндеттері. Екінші, тұрақты электр тізбегінің элементтерінің негізгі ұғымдамалары мен анықтамалары. Бұл курспен сізді таныстыратын энергетикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Акумова Сауле Хасеновна. Енді бастайық. Мұқиятты болыңдар. Курстың мазмұны, мақсаты мен міндеттері. Электротехника бұл электр және магниттік құбылыстарды, энергияны түрлендіру, заттарды өзгерту және ақпаратты өңдеу үшін пайдаланылатын ғылым мен технология саласы. Электротехниканың дамуы электр энергетикасына негізделген. Электр энергетикасы өнеркәсіпте, құрылыста, көлікте және күнделікті өмірде кеңінен қолданылады. Электр энергиясының танымалдылығы оның басқа энергия түрлеріне қарағанда бір қатар артықшылығымен таныстырайық. Артықшылары: энергияның басқа түрлеріне жылу, механикалық, химиялық, жарық және тағы да басқа түрлендірудің қарапайымдылығы. Мысалы, көлікте бізде электроэнергия механикалық энергияға түрлендіреді. Жылуға бізде не жатады? Кәдімгідей электрлік радиатор. Электроэнергияны жылу энергияларға түрлендіреді. Лампочка, жарық. Ол да электроэнергияны жарық электроэнергияға түрлендіреді. Ол мысалдар. Екіншісі, электр энергиясының орталықтандырылған өндірісінің экономикалық тиімділігі және оны алыс қашықтыққа жылдам беру. Алыс қашықтыққа жылдам беру ол не арқылы? Ол сым арқылы, электр сымдар арқылы. Үшінші, электрлік құрылғыларды басқару және автоматтандыру. Электротехника және электроника негіздері курсының мақсаты
әр түрлі электромагниттік құрылғылардағы электрлік және магниттік құбылыстарды, соның ішінде электр машиналары мен аппараттарын зерттеу. Курстың мақсаты студенттерге келесідей дағдыларды қалыптастыру. Электрлік және магниттік тізбектерді құру. Осы тізбектерді есептеу туралы. Электромагниттік жабдықтың негізгі қондырғыларын орналастыру туралы. Студенттер тізбектердегі физикалық процестер, оларды сипаттайтын заңдар туралы нақты түсінікке ие болу керек. Сонымен қатар өнеркәсіпте, көлікте және халық шаруашылығында қолданылатын электромагниттік тау-кен қондырғылары мен машиналарының құрылымын білу керек. Көшсенші келесіге. Бүгін біз қарапайым электротізбегінің схемасын көреміз. Мына жерде бізде не бар? Мына жерде бізде ЭДС, Е деген әрібі ол электр қозғалуыш күші. Е әріппен аталады. КК көзінің бағыты бар. Бағыты сағат бойынша. Мына жерде R деген ол резистор. S деген ол сымдар. Энергия көзін кедергімен қосады. И деген нәрсе ол ток күші. Ең қарапайым электр тізбегі осы суретте тұр. Электр энергиясының көзінен Е электр қозғаушы күш көзі. Энергия тұтынушыдан Т. Осы жерде ол резистор жайында тұр. Және энергия көзі мен тұтынушыны жалғастыратын екі өткізгіш сымдарын S1 және S2 деп атаймыз. Атап өткен элементтер электр тізбектердің ең негізгі элементтері болып саналады. Күрделі тізбектердің ішінде басқа да қосымша элементтер болуы мүмкін. Электр энергиясының көзі механикалық, химиялық, жылулық тағы басқа энергия түрлерін электр энергиясына айналдырады. Тұтынушыда электр энергиясы басқа энергия түрлеріне механикалық, химиялық, жылулық, жарық тағы басқа ауысады. Электр энергиясы көзіне мынандай құрылғылар жатады. Электр генераторлар, аккумуляторлар, гальваникалық элементтер. Электр генераторлар басқа бір механикалық қозғалғыштарменен қозғалысқа келтіріледі. Электр тұтынушылар ретінде жарықтандырғыш шамдар болуы мүмкін, электр қозғалғыштар және электр қыздырғыш аспаптар тағы басқа пайдаланылады.
электр энергиясының көзінің және тұтынушының жалпы шартты белгілері екінші суретте көрсетілген. Ада тұрақты ток генератор, Б гальваникалық элемент, яғни аккумулятор, В гальваникалық элементтердің батареясы, яғни аккумулятор, Г электр кедергісі, резистор. Тағы бір рет атап өтейік. А суретінде бізде генератор, Б бізде қарапайым батарейка, В суретінде бізде аккумулятор. Мына үшеу энергия көздері актив энергия көздері деп аталады. Г суретінде бізде резистор. Ол пассив электр көзі деп аталады. Табиғатта қай дене болсын, соның ішінде металдарда нейтрал күйінде болады. Дененің оң зарядтары мен теріс зарядтарының саны бір-біріне тең болып, бұл жағдайда ол жалпы зарядсыз болады. Электр энергия көзінің маңызы оң зарядтарын теріс зарядтарынан бөліп, сонан кейін біріншілерді оң полюсқа, ал екіншілерді теріс полюсқа жинайды. Бұл жағдайда оң полюс пен теріс полюстың арасында потенциал айырымы болады. Яғни электр кернеуі тұйықталған электр тізбегінде үздіксіз зарядтар қозғалысы пайда болады. Оны электр тоғы деп атайды. Егерде қозғалыстағы зарядтардың саны не болмаса олардың шапшаңдықтары мен бағыты уақыт озған сайын өзгермесе, бұл ток тұрақты электр тоғы болып саналады. Басқаша жағдайда ток айнымалы болып есептеледі. Енді оны график біз график түрінде көрейік. Міне А суретті тұрақты электр тоғы. Мына жерде сендер көріп отырсыңдар. X координатта бізде уақыт жазылған. Y координатта бізде ток күші жазылған. Мына график бойынша сендер көріп отырсыңдар. Уақыт бойынша біздің ток шамамыз өзгермейді. Сондықтан оны тұрақты ток деп атайды. Екінші Б суретте бізде айнымалы электр тоғы. Көріп отырсыңдар ғой. Сағат бойынша біздің ток шамамыз өзгеріп жатады. Енді қараңдар. Бізде мына жерде И кішкентай әріп. Ол лездік мәні. Сондықтан бірінші ол тұрақты ток. Сағат бойынша өзгермейтін ток шамасы. Екіншіде бізде сағат бойынша өзгеретін ток шамасы. Келесі сайтқа көшейік. Тұйықталған тізбектегі электр тоғы энергия көзінің электр қозғалушы күш әсерінен ағады. Тізбекте ток жоқ болған жағдайда энергия көзінің ЭКК энергия көзінен полюстарындағы потенциал айырымына тең. Негізгі электрлік шамалардың өлшем бірлігі. Енді біз өлшем бірлігілермен танысамыз. Ең бірінші өлшем бірлігі ампер. Қаралық өлшем бірліктер жүйесінде
негізгі электр бірлігі ампер. Ампермен біз не өлшейміз? Ампермен біз ток күшін өлшейміз. Сондықтан ток күшін өлшейтін аспап амперметр деп аталады. Қысқаша әріппен А деп жазылады. Ампер болып табылады. Ампердің эталондық мәнінің анықталуы тоғы бар екі өткізгіштің электродинамикалық күштерін өлшеу негізінде анықталған. Генри өздік индукцияның немесе өзара индукцияның өлшем бірлігі. Қысқаша жазылатын ГН. Индукция бізде қайда болады? Индукция бізде электр катушкада болатын нәрсе. Фарад. Электрлік сыйымдылықтың өлшем бірлігі. Қысқартылып F әріппен жазылады. Сыйымдылық бізде қайда болады? Сыйымдылық бізде конденсаторда болады. Ом. Электрлік кедергінің өлшем бірлігі. Қысқартылыша екі әріппен жазылады. Ом. Кедергі өлшейтін аспап бізде омметр деп аталады. Өлшем бірлігіне қарағанда ом, өлшеу аспапы омметр. Вольт. Электр тізбектің екі нүктесінің арасындағы кернеудің өлшем бірлігі. Қысқаша жазылатын В әріппен. Кернеу бізде, кернеуді өлшейтін аспап бізде вольтметр деп аталады. Ватт. Электр тізбегінде ток өткенде бөлінетін қуаттың өлшем бірлігі ватт. Қысқартып жазылатын әріпі ВТ. Үлкен қуаттарды өлшеу үшін еселік бірліктер қолданылады. Киловатт, кило бізде 13-ші степенде болады. Және мегаватт. Қуатты өлшейтін прибор бізде ватт-метр. Джоуль және киловатт сағат. Си жүйесінде энергиямен жұмыстың негізгі өлшем бірлігі. Джоульмен есептеледі, ол кішкентай шама. Кулон. Электр мөлшерінің электр зарядының өлшем бірлігі. Ол Q әріпімен жазылады. Сименс электр өткізгіштігінің өлшем бірлігі. Қысқартылыша жазылатын әріптер SM. Тесла. Магнит индукциясының өлшем бірлігі. Қысқартылған Т әріппен жазылады. Вебер. Магнит индукциясы ағының өлшем бірлігі. Қысқартып жазған ВБ әріптермен. Герц. Периодты процестің жиілігінің өлшем бірлігі. Қысқартылған жазуы екі әріппен ГЦ деп жазылады. Қағазда қандай электр тізбек болмасын, шартты белгілерімен көрсетіледі. Мұндай сурет арқылы көрсетілген тізбек электр схема деп аталынады. Электр схемада токтың, кернеудің, электр қозғалыш күштің оң бағытты стрелка арқылы көрсетіледі. Бұл көрсетілген бағыт оң шартты бағыт деп аталады. Әдеттегіден оң шартты бағыт жоғарғы потенциалдан төменгі потенциалға қарай көрсетіледі. Оннан теріске қарай.
Электросхемада электротехникалық шамалар мынандай әріптермен жазылады. Кернеу У әріппен, электр қозғалушы күш Е әріппен, ток күші И әріппен, электр кедергісі Р әріппен, өткізгіштік У әріппен, индуктивтік Л әріппен, сыйымдылық С әріппен жазылады. Электротізбегінің элементтері. Активті элементтер электроэнергия көздері болып табылады. Мына суретте сендер көріп отырсыңдар. А суретте электр қозғауыш күш көзі, екінші Б суретте бізде ток көзі. Екі көзі энергия беретін көздер. Тізбекке энергия береді. Сондықтан мынау схемада жазылатын электро қозғауыш күші. Мынау бізде резистор. Мынау бізде ток күші. Мынау бізде кернеу. Бұл стрелкалар шамалардың бағытын көрсетеді. Мына жерде схемада бізде ток көзі. Әрбір көздерде бізде ішкі кедергі болады. У әріпіміз ол өткізгіштік. Өткізгіштік ол неге тең болады? Бір бөлінген кернеуге, кедергіге кешіріңіз. Ол теріс мәні. И ток көзі, ток шамасы, У кернеу шамасы. Стрелкамен көрсетілген ол бағыттары. Мына жерде бағыттары сағат бойынша, әлде 10 бағыты. Мына жерде бізде схематически көрсетілген энергия көздері. Бірінші бізде электро қозғаушы күштің көзі. ЭДС көзі. Мына жерде бізде ток көзі. Мынау бізде кәдімгідей батарейка. Мына жерде бізде аккумулятор. Мынау бізде тұрақты кернеу көзі. Мына суретте бізде айнамалы кернеу көзі. Ж суретінде бізде көрсетілген генератор. Ол схема түрінде. Электроэнергия көздері. Енді біз барлық элементтерді атап өтейік. Пассивті элементтер. Электроэнергия көздері болып табылмайтын элементтер. Олар активті және реактивті деп бөлінеді. Кедергі бізде ол активті элемент. Резистор деп табылады. Мына жерде А түйін, А потенциал, Б потенциал. Екі потенциалдың айырмасы бізде кернеу уабы деп аталады. Мына жерде ток күші бағытымен стрелка бойынша көрсетілген. И уабы кернеу уабы стрелкасымен көрсетілген. Реактивті элементтер. Электр энергиясының жинақтай алатын, оны энергия алынған көзге не болмаса басқа элементке бере алады. Бұл элемент электр энергияны жылу энергиясына айналдырмайды. Мұндай элементтер индуктивтілік катушкасы мен конденсатор болып табылады. Схеманың үстінде осылай катушка көрсетіледі, конденсатор көрсетіледі. Схемада бұлай катушка көрсетіледі.
схемада. Оның ГОСТ жазуы бар. Мынау бізде екі потенциал. Уа кернеудің потенциалы мынау тоқ көзі. Осы схемада реактив элементтер. Бізде ол айтылады және реактив кедергілер. Электр тізбек дегеніміз электр энергия көзінің әсерінен элементтерде электр тоғы өтетін электр элементтерінің қосындысы. Мына жерде бізде параллель қосылған элементтер. Мына жерде бізде 1, 2, 3, 4 тармақ. Әрбір тармақта бізде өз тоғы бар. Көріп отырсыңдар. Мына жерде бізде И тоқ. Мына жерде бізде, мына жерде нүкте болады. Нүктеге кіретін И тоқ, нүктеден шығатын И1, И2, И3 тоқ. Бұл тізбе параллель элементтері параллель қосылған элементтермен тізбек. Тармақ деген не? Тармақ ең болмағанда бір элементке ие және бірдей тоқ өтетін екі түйін арасында орналасатын тізбек участогы. Тізбек бөлімі. А, Б, О түйін екі түйіннің арасындағы сым элементтерімен тармақ деп аталады. Бір тармақта, әрбір тармақта өз тоғы болады. Мына жерде көріп отырсыңдар. ЭДС астыға стрелкасы көрсетілген, тоқ астыға және кернеу тоже астыға көрсетіледі. Сондықтан күштері ЭДС күші У АБ-мен бір жаққа бағыты болса, онда оны біз қосамыз. Бізде ЭДС-тің бағыты ОАБ-ның бағыты қарама-қарсы болса, онда біз оны айырамыз. Түйін деген не? Үш немесе одан да көп өткізгіштердің қосылысы. Мына жерде бізде көрсетілген 5 өткіздергіш тармақтан 5 тармақтың қосындысы бізде түйін деп аталады. Мына жерде бізде түйінге И1, И2, И3 кіретін тоқ, И5, И4 ол шығатын, осы түйіннен шығатын тоқтар. Кіретін түйінге тоқтар плюс таңбамен алынады, шығатын түйіннен тоқтарды біз минус таңбамен жазамыз. Енді контурды қарастырайық. Контур электр тізбегінің тұйық бөлігі. Көріп отырсыңдар ғой, мынау тұйық, мынау А түйін, Б түйін, Д түйін, Е түйін. Бұл үлкен тізбегінің кішкентай тұйық бөлігі. Оның атауы тұйық контур. Электр тізбектің классификациясы келесі белгілер бойынша анықталады. Тізбекте электр энергия көзінің болуы немесе болмауы. Тізбекте активті элементтердің болуы немесе болмауы. Электр элементтің вольт-амперлік сипаттамасының сипатына байланысты. Электр тізбегіне енгізу мөлшеріне байланысты. Пассивті тізбек деп электр энергия көзінен тұрмайтын тізбекті айтады. Мұндай тізбекте тек активті және реактивті элементтер болады.
Активті тізбек деп ең болмағанда бір электр энергия көзінен тұратын тізбекті айтады. Активті тізбекке күшейткіш элементтері бар тізбектер де жатады. Транзисторлар және электронды шамдар, себебі олардың алмастыру сызбасына электр энергия көзі кіреді. Барлық пассивті және активті тізбектер өз кезегінде реактивті және активті деп бөлінеді. Реактивті тізбек деп тек реактивті элементтерден тұратын тізбек. Мұндай тізбектерде активті элементтер жоқ, ал реактивті элементтерді идеалды деп есептейді. Сызықты электр тізбегі тек сызықты вольтметрлік сипаттамасы бар тізбек. Сызықты емес электр тізбегі ең болмағанда бір сызықты емес вольт-амперлік сипаттамасы бар тізбек. Дәріске қатысты сұрақты. Келесі сабақта біз 15 минуттық бақылау сұрақ жасаймыз. Сол сұраққа дайындалыңдар. Сұрақ бізде қандай болады? Курстың мазмұны, мақсаты мен міндеттері. Негізгі электрлік шамалардың өлшем бірліктері. Электр тізбегінің түйінін тармақтанын анықтамасы. Айнамалы және тұрақты тоқтардың элементтерін ата. Электр тізбегінің элементтері. Осы сұрақтарға үйде жауап беріңіз. Келесі сабақта осы сұрақтардан бастаймыз. Назарларыңызға рахмет.